Біз жаңалықтар айдарын бастаймыз. Эфир тізгінде мен Бибнұр Қаражанова, армысыздар. Қазалы ауданындағы Түктібаев ауылындағы Ақмаржан шаруа қожалығының егін алқаптарында егінге алғашқы орақ түсті. Мұхтар Тәжімұратов басқаратын Ақмаржан шаруа қожалығының егінді жинау жұмыстарына арнайы барған Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жұмысқа сәттілік тілеп, аудан басшысының төрағалығымен дала күні мәжілісі өтті. Басқосуда Қазалы аудандық ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімінің басшысы Еркін Сейітов күріш жинау дайындығы жайында айтса, Ақмаржан шаруа қожалығының басшысы Мұхтар Тәжімұратов қожалықтың егін орағына дайындығын баяндады. Жиын соңында Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жер ананың берген байлығы егінді ысырапсыз жинау үшін аудан әкімінің орынбасары Күнтілес Айдарбекұлы мен Қазалы аудандық ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімінің басшысы Еркін Сейітовқа және бірқатар шаруашылық басшыларына тапсырмалар берді. Одан бөлек Қазалы аудандық полиция бөлімінің бастығы Асылбай Аңсатовқа егістікке зиян келтіріп қараусыз жүрген ірі қара малдың иелеріне айыппұлдар салуды тапсырды. Сонан соң Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев пен еңбек ардагерлерінің және бірқатар ауыл шаруашылық саласына қатысты мекеме басшылары, ауылдық округ әкімдері мен шаруашылық басшыларының қатысуымен алғашқы егінге орақ салу рәсімі басталды. Кеше Қазалы аудандағы 4 жылдан бері қозғалыссыз жатқан 4 жолақты жол мәселесі талқыланды. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев Қызылорда облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Жәнібек Сыздықовпен 4 жолақты жолға жауапты Стандарт Ойл Кузо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің директоры Әділ Бижановты ауданға арнайы шақырып Қазалы аудандық мәслихат депутаттары және қоғамдық кеңес мүшелерінің қатысуымен мәжіліс өткізді. Басқосуда Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласын байланыстырып жатқан күре жолдың мардымсыз жайы талқыланып, қайта жаңғырту жұмыстарының бүгіні мен ертеңі қозғалды. Мердігер мекеменің жауапсыздығы салдарынан жолдың кедір-бұдыры халықтың шамына тиіп, қатынасу күн өткен сайын қиындай түсуде. Жобаны толыққанды аяқтау үшін 2023 жылдың өзінде бюджеттен 801,8 миллион теңге бөлінген. Оның 71,4 миллион теңгесі ғана игерілген екен. Соның өзінде құрылыс жұмыстары баяулағаны былай тұрсын, жолдың жайы әлі сол қалпы. Әрине өкінішті осындай жолдар қарсы шешіліп деп ақшасы бөлініп тұрып қандай қиын. Өкінішке орай жұмысы маңызды. Мен енді ойлаймын, 7,5 шақырымды біздің мына кішкентай ғана Қазалы ауданында компания болды, жолмен айналысып жатыр. 30 км жол середеге мысалы кетті. Бұл капитальный ремонт. Бар болған 7,5 шақырым. Соның 2 слойы бүгінгі таңда 5,2-5,3 км салып, әлде 200 шақырым. 2 слойы салынады, 1 слойы салынады. Сондықтан қазір өздеріңізбен үкіметтеріңізбен қарсы өздеріңізбен бірге талқылайық. Болмайды ма? Шығатын жатқан сөзбен шығайық. Әрине бір жолай айтайық салып, дегенмен қазір осы мердігердің сөзін тыңдайық. Айтатын жоқ, жол біз кеше салатқа үйлемей жатырмыз керек. Бірінші үйлемей жатқанымыз содан бері осы былтырдан бастап материалдан бұдан материал тетрамайнская щель өзінің ең астында. Бірақ уәде бергенбіз осы биыл бітіреміз деп. Мен ермекте сол бітіреміз дегенбіз. Материалымыз келмей жатыр бірінші. Келгенше салып отырмыз. Бүгін, например, бүгін 20 күн келді ма, бүгін 20 күн келсе 2-3 күнде салып тастаймыз. Темір жолдың несі бар, задержка основа, темір жолдан. Біз алатын материалымыз Ақтөбеден алып отырмыз, Бершевик станцияда. Біз осындай, осы наурыз айында 50 миллион ақша төлеп қойғанбыз материалға. Сол материалымызды әлі аламай отырмыз. Ең біріншіден содан бар. Енді уәде бергеннен кейін мен биыл осы екі ортаны қосамыз деген осы қазанның аяғына дейін қосамыз деген неміз бар, жоспарымыз бар. Қанша жиын, қанша талқылау болды. Дегенмен сөз өтпейтін мердігерлердің ертеңі не болмақ? Осы тұста аудандық мәслихат депутаттары да аудан тұрғындарының 4 жолақты жолға қатысты жан айқайын жеткізіп, мердігер мекеме директорын қатаң сынға алды. Сын түзелмей, мін түзелмес деген мақал бұл компанияға жүрмейтін секілді, тіпті сөзде өтпейтіндей. Себебі 4 жылдан бері жұмысты өз қолына алмаған мердігердің қолынан шыққан жұмысы да қандай болмақ екен. Бибнұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Біз жаңалықтар легін одан әрі жалғастырамыз.
Жаңа оқу жылымен тұспа-тұс келген мереке, яғни қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні. Осыған орай Роза Бағланова атындағы мәдениет орталығында атаулы күнге арналған салтанатты шара өтті. Соған сәйкес мерейлі отбасы 2023 ұлттық байқауында Қазақстан бойынша үздік 20 отбасының қатарынан көрінген лауреат Қабақ Смағұлмен кездесуде болды. Концерттік жиында Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жиналған қауымға ыстық ықыласын білдіріп, қос ғасырдың куәсі, Ұлы Отан соғысының ардагері, мерейлі отбасы 2023 ұлттық байқауының жеңімпазы Қабақ Смағұлмен аталмыш байқаудың облыстық кезеңінде жеңімпаздар сабынан көрінген еңбек ардагері Бекқожа Бөлебайдың отбасын Қазалы ауданы әкімінің арнайы құттықтауымен және бағалы сыйлықтармен марапаттады. Үстіміздегі жылы Қазалы спорт клубының құрылғанына 10 жыл толып отыр. Соған орай кеше Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің орталығынан бой көтерген Қазалы спорт клубында спорт мекемелері қызметкерлерінің арасында аудандық деңгейдегі жарыс өтті. Спорт мекемелері қызметкерлерінің арасында өткен аудандық деңгейдегі шағын футболға 8 команда жиналды. Дүбірлі доданы бастамас бұрын Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Дәурен Тілеумбетов спорт клубының 10 жылдығымен арнайы құттықтап, ойыншыларға сәттілік тіледі. Осы спорт клубы құрылып, ауданда алғаш рет тәуелсіздік алғаннан кейін осы заманауи спорт кешені ашылған болатын. Ашылғанда бұл аудан тарихында алғаш рет аудандық бюджеттен салынған спорт кешені. Одан бері осы жерде алай түрлі республикалық, облыстық, аудандық деңгейдегі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Одан бөлек біздің жастарымыз, жасөспірімдеріміз спорттың 7 түрі бойынша осы жерде жаттығып, тиісті мамандардан өздеріне сабақ алып отыр. Ол алған біздің жастарымыз, жасөспірімдеріміз республикалық, облыстық деңгейдегі түрлі байқауларда, жарыстарда топ жарып ауданның намысын шығарып, намысын қорғап жүр. Сондықтан алдағы уақытта осы спорт клубында біздің Қазалының атын шығаратын, республикамыздың атын шығаратын азаматтар тәрбиелене береді деп ойлаймын. Қазалы спорт клубы ашылған жылдан бері түрлі спорт түрінен аудандық, облыстық, тіпті республикалық деңгейдегі жарыстар мен турнирлер өтуде. Қолынан тек республикалық емес, Азия чемпиондарын қанаттандырған бұл спорт клубының жетістіктері аз емес. Қазалы спорт клубының бүгін күні 10 жылдығын мерейтойын тойлап жатырмыз. Бұл 10 жыл бұрын 2012 жылы Қазалы спорт клубы болып, жергілікті бюджеттен және облыстық бюджеттен несімен осы ғимарат салынды. Негізінен ауданымызда спорт клубы бірінші рет ашылып отыр. Сол кезде үлкен жетістік. Қазір 9-дан астам штатный тренері бар, спорт клуб методисі бар, спорт нұсқаушылары бар. Сөйтіп, бұлар қазір 600-ден 700-дей оқушының балдарды қамтып отыр. Және ұлттық спорт түрлерін дамытуға үлкен үлесін қосылды осы клуб ашылғалы. Өздеріңіз көріп отырғандай тамашалап, бүгін Қазалы спорт клубының құрылғанына 10 жыл толып отыр. Енді burada толықтырып айта кететін жағдай, біздің спорт клубында спорттың 10 түрінен жасөспірімдер ерікті түрде бұқаралық спорт болғаннан кейін барлығы жаттықтырылады 2 ауысым бойынша. Енді 10 жыл толып отыр, бұған дейінгі жетістіктер айтарлықтай көп қой. Дегенмен біз бүгінгі таңға жасөспірім болсын, ересектердің арасында да түрлі жарысқа, додаларға шығып, өзіміздің ауданымыздың намысын көтеріп, топ жарып келе жатады. Қазалы ауданының түкпір-түкпірінен жиналған командалардың қатысуымен өткен 5 сағатқа созылған тартысты ойын үздік нәтижемен аяқталды. Жеңістерінен көрінген үздік команда Қазалы ауданы номер 17-ші олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі болды. Бибінұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі тәмам. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден көруге болады. Әр шаңырақта Серік ТВ арнасы қосулы болсын. Келесі көріскенше аман болыңыздар.